Шақырайық. Ақболат Өтебай, Ақботанұр, Ғазиз Ерболат. Қошемет, құрметті. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Күшті. Салқын екен мына іші де. Қазір қуаныштымыз, көргенімізге қуаныштымыз, құрметті Атырау қаласы. Осы өзіміз ғой енді келіп кетіп жүрген қала. Барлық. Ау? Тағы кім керек болып тұр сізге? Мадина ма, ол ішіп кетті қазір, вообще. Көтеріп кетті қазір. Қандай моксының кішкентайы бар, үлкені де бар үйінде. Екеуінде бірге ұстайды дейсің. Баласы бар, емізулі, шыға алмайды. Мына фильмдағы персонаждың өзі почти. Шүкір сондай шыға алмай қалды енді негізінде. Бір айынша алып шығамыз ба деп еді. Бисмилла деп бастаған үлкен істеріміздің бірі алды деп айтайын енді. Үлкен жүрек салынды, уайымдар болды, үлкен жұмыстар жасалды. Бәрін бір адам істейтіндей жұмыс емес екен, өздеріңіз көріп отырсыздар, білесіздер. Осының аясында, фильмнің аясында болған проблемалар бар, жаңағы салқындар бар, мына қыз балаға тем более. Жалаң аяқ жүгіретін жерлер бар етін, сол кезде қара күзетін. Соған қарамастай жас сияқты ойнап шықтық енді. Алла разы болсын саған, көп рахмет. Батыл, өжет, тік мінезді, ер мінезді қыз. Қазақтың батыр қыздар осы Әлия Мәншүкееваздар сияқты қыздардың қатарына қосып қойдым мен өз басым. Шыны керек енді өзі жап-жас болса да өзі үйін алып, көлігін алып, періп жүр әйтеуір ұйықтатып бәрін. Молодец, Алла береке берсін сізге. Өнерде де таймайды, продюсер жоқ, басқа жоқ, ол оңай емес. Қыз балаға тем более ер балдар қаншама өз-өзін сөйлей алмай жүрген. Еще артынан екі баласы, олардың бәрін асырап ұйықтатып жүрген саған. Атырау ондайды сыйлайды негізі. Алла разы болсын, бақытты бол. Және Ғазиз досым, класстасым, жұмыстасым, байым, бәрі бар ғой енді, осы жерде. Және енді, Атыраудың күйеу балдары деп айтайын, екеуміз бір сәлем берейік. Ассалаумағалейкум. Бажам, туған бажам, ендердің қызын алдық, екеуміз кетіп қаламыз қазір. Шүкір әйтеуір осындай составпен келіп қалдық, фильміміздің басында осындай шамалы кішігірім. Сосын соңында бір шап әңгіме соғамыз, қараша? Окей. Айдың сәлем берсін. Бұлар ұрыстады енді, егеленіп маған. Армысыздар, құрметті Атырау. Сіздермен көріскенімізге, бізді қолдап келгендеріңізге көптен көп рахмет. Енді айтып жатыр ғой, жігіттер оңай туынды болған жоқ, өте күлкілі, сонымен қатар өмірлік мән мағынасы бар. Бірге жұмыс істегенге өте қуаныштымын. Алдағы уақытта тек қана сәттіліктер тілеймін. Атырау, мен сіздерді жақсы көремін. Жақсы көретін болсаңдар, фотоға түсеміз, шыққаннан кейін Ақбота деп бүйтіп түспейміз, қараша? Жаңа деген мен айтып жатырмын, кеше Оралған айтып жатырмын. Оқып бара тұрған мен. Біздің темпераментный халықпыз, қонақжай халықпыз, кіші жүз деген сондай халыққа бірінші тілімен қолып жүретінді кейін барып не істеп қойдың деп ойлап қалатын халықпыз ғой. Енді мен соның арасында өскеннен кейін енді түсінбей қалма, бізде сондай махаббат сөйтіп көрсетеміз деп. Бірақ қазір шыққан кезде аккуратно түсеміз, қараша? Жігіттерге құшақтауға болмайды, қыздарға құшақтауға болады. Қараша? Келсін. Құшақтау 500. Жалғызын келгенде келсін. Ассалаумағалейкум, Атырау, қолдауларыңызға көп рахмет. Біздер осы батыстың балдары болғаннан кейін Атырауға қай концертпен келсек те ең көп сеанс Атырауда болады ғой. Өйткені біріншіден зал кішкентай, екіншіден халықтың ықыласы ерекше ғой, жақтан шы. Өте. Мысалы кеше бүткіл қалаларда болып жатыр. Шымкентте 7 зал бар екен, 7 залдан көрсетіліп жатыр. Ана жерде қай залға кіріп, қай залдан шыққанымызды білмей жатырмыз. Мына зал рахат екен, бір үйдің зал сияқты. Сосын енді Тара, Шымкент бәрін алып жатырмыз, күтіп алғандарын көріп жатыр адамдар. Сөйтіп бізге жазып жатыр да, Атырау ешкім күтіп алған жоқ па, сыртта жалғыз өзің жүрсің ғой деп ше. Мен сыртта жалғыз өзім жүрген, мен іште қаншама қарайған халық күтіп отыр, қаншама адам күтіп отыр. Билет жоқ дегеннің өзі бізге үлкен кәдімгі сыйластық, мәртебе деп білеміз, сіздердің құрметтеріңіз деп білеміз. Көп рахмет. Атырау енді, Атырау, Орал өзіміз келіп кетіп жүре береміз ғой, нағашылардың үй сияқтанынан. Сондықтан да өзіміздікілер болып кеткенсіздер, осы батыстың балдары, өзіміздің балдары деп қолдап жатқан сіздерге көп рахмет. Жақсы демалыс болсын, жақсылап көріңіздер. Бұл кинода ешқандай атыс шабыс жоқ. Ең бастысы бәрі соңында тірі қалды. Енді жаңа Мадинаға дедіп сұрап отыр. Сосын мына төртеуің не үшін деп сұрап отқан шығарсыздар. Мына экран жұмыс жасамай қалыңыз, живой ойнап.
қараймыз ба, көреміз ба? Все. Светті өшір, есік кілтті, итті босат. Кет. ұнады болған. Нағызын сүтті дейм. Не өп кетті енді? Әйелі оянып отыр ма енді? Әсе сәне өп кетті. Әсе? Ема. Иығым ауырып кетті мастер. Күшті. Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Алла разы болсын баршаңызға. Осындай біздің туындымыз енді жаңа басында айттым ғой, жүрегімізді салдық, ойымызды осы уақытқа дейін жиған тергенімізді, юмордағы опытымызды, жалпы драматургия, сценарий ар жағындағы біздер операционкасында өнердің жақсы көретініміз соншалық ар жақ бер жағынан енді оқып алдық, кірдік ішіне барлығын максимально елге пайдалы болу үшін басталған идея етін Аллаға шүкір. Енді Абай атамыз айтқандай, істің басына уайымдасаң, соңына уайымдама деген екен ғой. Соңына уайымдатып жатқан жоқ, халық келіп жатыр, барлығы бір орын жоқ. Аллаға шүкір қуаныштымыз осындай ықыласына, елдің ықыласына бөленіп жатқанымызға. Енді Мадина қайда деп сұрап жатқан жандар бар, айтып жатыр, енді ол кісінің де кішкентай бар. Қазір сосын мен не түсімде жүрмін қазір. Мен әлі шүкір енді. Жаңа Тұрсынбек ағамыз осы презентациясында осы Астана қаласында айтып жатыр да, енді Ақбота көбісінің түсінде жүрген қыз ғой енді деп та қалды. Сондай сұлу, әдемі, байсалды, ер мінезді, жаңа айтып жатырмын ғой, жалаң аяқ көрдіңіз ба, басында айттым ғой. Жалаң аяқ жүрген жерлерінде күн қатты суық болатын, екінші күні ауырып, бірақ съемкаға келіп, бізге сондай бір еркіндік берген, өнерді де, жалпы өзінің жұмысын қатты жақсы көретін адамның энергиясы көп болады ғой өзінің жұмысына деген. Рахмет көп. Алла разы болсын. Бақытты ол. Еркек қыз ғой таза. Үйін салып, машинасын алып, екі баласына қарап ұйықтатып жүр. Еркектер жасап жатқан жоқ шаруаны ұйықтатып жатыр өзі. Қазақтың батыр қызы өжет. Енді Ғазиз жаңа айттым барлығы. Рахмет достарыма, назараударға, еліме. Өте керемет, шын жүректен қуаныштымыз. Идеямыздың халыққа жеткені, определенный кішкене болса да, бір әйелдің бір апта болса да осы киноның эмоциясымен күйеуінің бір түзеліп, бір апта күшті болып кететіндер бар ғой кейде. Сондай бір күшті болып жүр. Сол кезеңдердің, сол қыздардың, жеңгелеріміздің, келіндеріміздің сол период бақыты қанша уақытқа дейін созылады, соның барлығы есеп күнінде сауапқа жазылсын деп тілеймін өзіме. Ақбота. Ой, не деген құрмет. Негізі жігіттерге бірінші рахмет айтқым келіп тұр. Осындай туындыны халыққа көрсетіп, еңбектенгендеріңізге көптен көп рахмет сіздерге. Және де Атырау, мен сіздерді жақсы көремін. Құрметтеріңізге рахмет. Өте әзілге жақын екенсіздер. Күтіп алуларыңыз өздері, жүздеріңіздің өздері қандай керемет, тамаша. Мен айтқым келіп тұрғаны мына жерде, мен осында отырғанның бір 50% жеңгелеріміз ғой, енді жеңгелер ата енелердің көңілін тауып, бала шағаны бағып, қағып, өсіріп жүрген сіздерге мың алғыс. Сол жеңгелеріміздің көңілін тауып жүрген, бүгінгі киноға алып келген, қорған болып жүрген ағаларым, сіздерге де көп рахмет. Бақытты болыңыздар, жүздеріңізде күлкі етпесінші. Әрқашан бақытты болып жүріңіздер. Жақсы көремін. Тағы да көп рахмет, құрметті Атырау. Енді кәдімгі мына кинодан кейін бүйтіп бір әйеліңе қарап бір риза болып жақсылық жасап жібергің келіп өзі аяқ астынан. Хотя подъездің ішігін ашып берсем бе деп отқан шығарсыздар. Сіздерге идея айтайын, Алла қаласа осы 8-ші және 9-ші наурыз Атырау қаласында Назараудар театрының жаңа концертімен келе жатырмыз. Сол концертке женшелерімді, қыздарыңызды, әйелдеріңізді алып келіңіздер. Сол концертте бәріміз бірге болайық. Түрлерін жаттап алдым, сол концертте сұрайын ертең келіндерге. Шынымен де үйде жүргендей ол жүріп бар ғой, үйде жүргендей. Бірінші аналарыңды алып келсіңдер, сен әйелдеріңді. Бүгін кино өзің келген сияқтысың.
Да? Еще біздің киноға келіп жатсың ғой, молодец. Красавчик. Атырау дейтін өзіміздің жер бәрін танитын сияқты болып көреді бізге ше. Потому что бір-біріміздің тілдерімізді түсініп кетеміз. Жаңа суретке түсіп жатқанда бір кісі келіп Ақбота айтады да, шын өмірде құта қандай екенсіз деп ше. Ақбота менен келіп сұрады, құта қандай дейтін не деп ше. Мен айтамын, ол біздің өзіміздің бөлек диалогтарымыз бар. Мысалы, дзят дегенді біз өзіміз түсіне береміз. Дзят деген. Ол түсінбейді, дзят деген не деп ше. Ол низат деген деп ше, сондай ғой. Шын көңілдеріңізге, шын ниеттеріңізге от души көп рахмет. Шынымен де ризамыз, Атырау. Енді Алла қаласа, Кино ұнады ма? Ладно. енді Екінші часть бола ма? Мадина не үшін келмей қалды деген, Алла разы болсын бір. Мадина не үшін келмей қалды деген сұраққа жауап берейін. Сіздер бәріңіз ақпараттың үстінде жүрсіздер. Ойнайсыздар ғой, Мадина келеді. Не? Айтайын дегенім сосын кино KZ дейтін билет алған сайттарыңызға кіріп, сол жаққа шынайы отзывтарыңызды жазсаңыздар болады. Ұнаса ұнады, ұнамаса ұнамады. Өйткені сол киноның көбірек созылуына, уақыттың қазір айтпаса 2 аптада тоқтап қалуы мүмкін. Киноны көбірек көрсетуіне себеп боласыздар, және рейтингті жоғары тұруына себеп боласыздар. Аллаға шүкір, Қазақстан бойынша рейтинг жоғары. рейтингті. Қазақ тілді проблемасы да қазақша, ұлты қазақ кино деп есептейміз. Өзіміз жазған нәрсеміз, өйткені өзіміздің еліміздің арамызда болып жатқан нәрсе, енді бізді әлемге шығатын кезеңдер мүмкін туып қалар. Бұл идеяда әлемнің көп елінің басынан өтіп жатқан оқиғалар ғой, енді Алла нәсіп болса ол жаққа да шығармыз, бірақ ең бірінші осы керегі біздің ешқандай полный 80-70-те 30% орысша қазақша түсіреді ғой, енді бізді орыс көрермендер көрмей қалады деп қорқады, яғни касса болмай қалады деп те қорқатындар бар шығар, бірақ енді біздің өнеріміз, біз жалпы қазақтан басқа ешкімге керек емеспіз деп ойлаймын. Енді одан басқа бізде шетелге шығармыз, күндер келер, бірақ ең бірінші біз елдің батасын алсақ шығамыз ғой, талай жерге жетеміз. Алла разы болсын баршаңызға. Мына азамат дұрыс айтады. Енді былай істейік, Қабдол 15 секунд түсті ғой, не үшін деп халқын сұрап отыр. Мен сары машинаға хозяинымын. Иә. Ремонттың ақшасын шығару үшін жүріп бірге. Енді бәрі былай істейік, сіздер фотоға естелікке түсейік, ол үшін қазір былай істейміз. Бірінші біздер шығып алайық ар жақтан, сосын баннердің қасына барайық. Специально баннердің қасына лента қойып қойдық. Ақботаға айттық, біз өте мәдениетті деп. Бара бірінші сеанстағыдай Ақботаны жағалып, кеше родной түсіп алайықшы. Жасамай қоя, өтініш. Лента жасап қойдық. Мына оң жағынан кіреміз, сол жағынан шығып кетеміз. Түсіндік қой, иә? Біздер бірінші шығып алайық, баннердің қасына барып тұрып алайық, сосын от души түсейік бәріміз, иә? Тауып барайық. Сіздер отыратыңыздар қазір. Все, рахмет. Осылай мына жерде суретке түсіріп жатыр. Сіздермен бірге.